Сәлем достар. Бүгін біз автомобиль релесі туралы айтамыз. Реленің негізгі қызметі біз басқаратын әртүрлі выключательдердің, кнопкалардың жүктемесін жеңілдету. Мысалы, автомобиль фарасының жарығын қосқанда включатель контактілері нәзік болғандықтан, осы контактілер арқылы күшті ток өтетін болса, онда олар күйеді, балқиды, істен шығады. Сол себептен осы контактілерге салмақ түспеу үшін реле қолданылады. Реленің көптеген артықшылығы бар. Ұзын күштік тізбектер туғызатын напряжениені кеміп кетуін азайтады. Салондағы выключательдер мен проводтардың күшін кемітеді. Басқару тізбектерінде жіңішке проводтарды қолдануға мүмкіндік жасайды. Мынау 4 контактілі реленің схемасы. 85-86 контактілер катушканың контактілері. 30 қозғалатын контакты, 87 қозғалмайтын контакты. Реле 2 тізбекке қосылады. Басқару тізбегі электромагниттік катушкадан тұрады. Бұған минус пен плюс келеді. Ал енді күштік тізбек бар. Ол бізде мынау қозғалатын контакты және қозғалмайтын контактілерден тұрады. Егер басқару тізбегінде ток болмаса, күштік тізбек тұйықталмайды. Катушкамен ток жүрген жағдайда күштік тізбек бізде тұйықталады. Қозғалатын 30 контакты мен 87 контакт бір-бірімен тұйықталады. Контактілер тұйықталып тұр. Тізбекпен ток жүріп жатыр. Лампа жанып тұр. Реленің құрылысын қарастырамыз. Ол үшін біз мынау реленің крышкасын алып тастадық. Ішкі құрылысы катушкадан тұрады. Қозғалатын контакт және қозғалмайтын контактіден тұрады. Реленің контактілері 30 контакт, 87 контакт. Ал енді мына 2 контакт бізде басқару контактілері, катушканың контактілері. 4 контактілі релені тексеру. Бірінші әдіс. 85-86 басқару контактілеріне аккумулятордан плюс және минус проводтарын жалғаған кезде реле сыртылдайды. (85-86) басқару контактілерін аккумулятордың минус және плюс не жалғап, метр шуптарын напряжение ұяшығына, қызыл шупты, қара шупты ком деген ұяшыққа отырғызамыз. Мультиметрді дауыс беру режиміне келтіреміз. Мультиметрді қосамыз және шуптарды мына реленің 30 және 87 контактілеріне тигіземіз. Мұны дыбыс беріп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде жаңағы реленің жұмыс істеп тұр дегенін білдіреді. Үшінші әдіс лампа арқылы тексеру. Ол үшін басқару контактілеріне плюс-минус аккумулятордан келеді. 85-86 контактілерге. 85 контактыны 30 контактымен жалғаймыз.
ары қаратай 87-ші контактіден лампаның плюсіне мынау қызыл проводты жібердік. Ал 86 минус контактіден мынау қара провод лампаның минусына кетеді. Енді аккумулятормен қосатын болсақ, лампа жанады. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде реле жұмыс істеп тұр дегенді білдіреді. Назарларыңызға рахмет.